Баршаңызға ассалаумағалейкум достар. Бүгінгі видеода сіздерге 2017 жылы шыққан «Похищение» фильмін қысқаша айтып беремін. Фильмнің басында Карла есімді әйелді көреміз. Ол дәмханада даяшы болып жұмыс жасайды. Жұмыстан босаған соң баласы Фрэнкимен саябаққа баруы керек. Сол себепті ол анасын күтіп отыр. Карла клиенттерге қызмет көрсетіп, жұмыстан босаған соң баласымен саябаққа кетеді. Жолда Фрэнки анасынан «Әкем саябақта бола ма?» деп сұрайды. Карла оған келесі демалыста көресің деп жауап береді. Себебі ол күйеуімен ажырасқалы жатыр еді. Саябаққа келген соң Карла орындыққа отырып баласы ойнап жүреді. Бір кезде Карлаға күйеуімен ажырасу жөнінде соттан қоңырау шалады. Ол Фрэнкиге ешқайда кетпе деп сәл алшақтау жерге барып телефонмен сөйлеседі. Содан кейін телефонның қуаты бітіп, ол қайтып келгенде Фрэнки орнында болмайды. Қасындағы әйелден сұрағанмен ол да көрмеген. Ол дауыстап саябақтан іздей бастайды. Орындықтан оның ойыншығын тауып алады. Карла қорқа бастайды. Ол жан-жақты қарап жүріп, көлік тұрағынан Фрэнкиді бір әйел көлікке салып, алып бара жатқанын көреді. Артынан қуалап, көлікке жабысқанымен сүрініп құлап, телефонын түсіріп алады. Көлігін оталдырып, оның артынан қуалайды. Бағдаршамда тұрғанда, сол көліктің есігін ашпақшы болып, алдында тұрған көліктен көмек сұрайды, бірақ еш пайдасы болмайды. Сөйтіп жүргенде, ол көліктен көз жазып қалады. Құдайдан оның көрінуін тілегенде, оны тауып алады. Терезеден оны жіберің деп айқайлайды, бірақ ол көлік одан сайын қатты жүріп алыстап кетеді. Карла артынан қуа бергенде, ол басқа жолға түсіп кетеді. Карла тоқтап, сол жолға түседі. Ол қасында келе жатқан көліктегі кісіден полицияға қоңырау шалуын сұрайын дегенде, әлгі көлік тормоз басып, оның бұл әрекетіне кедергі келтіреді. Содан кейін оның алдына түсіп, жолға кедергі заттар лақтырады. Және соның кесірінен жолда авария болады. Карла бұл жайтты біреу көрген шығар деген үмітпен радионы қосады, бірақ көк көлік жайлы ештеңе айтпады. Бір кезде олар көліктің терезесін ашып, баласына пышақ тақап, басқа жолға түс деп белгі береді. Карла қанша қалғысы келгенімен баласы үшін басқа жолға ауысып кетеді, бірақ баласына қайтып келем деп уәде береді. Сосын қайтадан манағы жолға түсіп, көк көліктің артынан ереді. Бір кезде радиодан полиция күдікті көлікті ұстағанын айтып жатады, бірақ ол көлік емес еді. Сосын Карла көк көліктің маркасын, сипаттамаларын диктофонға жазып алады. Диктофонды тыңдап отырып, саябақта жүрген кезде әйелдің Фрэнкиді алдап, оны анасы күтіп отырғанын айтып, алып кеткенін көзіне жас алып тыңдайды. Бір кезде Карла артынан полиция мотоциклін көреді. Қуанып, көліктің аварийкасын жағып, оған белгі береді. Полиция қасына келіп, Карла одан көмек сұрап жатқанда, көк көлік келіп, оны қысып тастайды. Үшеуі де жолдан шығып кетіп, полиция аударылады. Әлгі көк көлік Карланың алдына келіп тұрады. Ол есікті ашып қарап тұрғанда, ішінен бір кісі түсіп, Карлаға қарай жүгіреді. Ол көлікпен артқа қашады. Содан кейін оның өзін қуады. Егер сендерге ақша керек болса, алың деп әмиянын лақтырады және баланы жіберсеңдер, мен ешкімге айтпаймын, тыныш кетіп қаламын дейді. Кісі үндемей әмиянды алып, көлікке отырады. Келіскен шығар деген үмітпен Карла күтіп тұрады. Көліктің есігі ашылып, ішінен баласының анашын деген дауысы шығады. Бірақ көліктен әйел түседі. Карла көлікке отырып, есігін кілттеп алады. Ол қасына келіп, $10,000 берсең, балаңды саған береміз. Бірақ ол ақшаны шешіп алуға мен сенімен барамын. Ал балаң ана көлікте отырады дейді. Келіспесең, балаңа қауіп төнеді дегесін Карла амалсыздан есікті ашады. Ол артына отырып алып, көк көліктің артынан ер дейді. Келе жатып, туннельге кірген кезде артындағы әйел Карланың басынан ұрып, оны қылғындырады. Ал Карла орындықты түсіріп тастап, ол рөлді өзі ұстағанда, оны тістеп алып, көліктен шығарып жібереді. Туннелден шыққанда көк көлік күтіп тұрады. Артына қараса, әйел жүгіріп келе жатыр. Карла оның киімін киіп алып, терезеден көк көлікке кете бер дейді. Карла еріп келе жатып, арасы жақындағанда, алдындағы кісі әйелінің жоқ екенін біліп қалып, есіктен Фрэнкиді шығарады. Карла амалсыздан тұрып қалады. Одан қалып қойғаннан кейін Карла теңіз жағадағы кісілерге баласын ұрлап кеткенін айтып, полицияға қоңырау шалуын өтініп, көк көліктің сипаттамаларын айтып кетеді. Келе жатып, басқа жолдағы кептелісті байқайды. Ол жаққа барса, көк көлік жол апатына түсіпті, бірақ ішінде ешкім жоқ. Карла жақын жердегі полиция бөлімшесіне барып, баласын ұрлап кеткенін хабарлайды. Ол шерифке әлгі кісіні сипаттап береді, бірақ шериф олардың полиция 1 сағаттан кейін ғана шығатынын айтады. Карла дүрбелеңге салып, уайымдап, күйеуіне қоңырау шалып, баласы ұрланғанын жайлы хабарлама тастайды. Бір кезде сол жерден көптеген жоғалып кеткен балалардың суреттерін көреді.
Полицияға сеніп отыра бергенде жөн көрмей, өзі іздеп кетіп қалады. Адамдардан сұрастырады, бірақ ешкім көрмеген. Бір жерден әлгі кісінің тастап кеткен киімін көреді. Сол жердегі бір көліктен кісіні байқап қалып, сонымен соғысады. Ол қашып кетеді. Оны қуалаймын деп Карла басқа көлікпен соғысады. Бір сәтке есін жоғалтқаннан кейін әлгі көлікті көріп, есін жиып қуалап кетеді. Жолда кісі тағы да Фрэнкиді шығарайын дегенде Карла оның артынан соғады. Бір кезде оның жанармайы бітіп, көлігі тұрып қалады. Содан кейін артынан тағы бір көлік келеді. Ол кісіден көмек сұрап, баласын ұрлап кеткен адам тіке кеткенін айтады. Бірақ ол бұл жолдың түбі тубик екенін айтады. Бір кезде жаңағы көлік алдынан келіп соғады. Карла оянып, әлгі көліктің ішін қарағанда баласы жоқ екенін көргеннен кейін ішіндегі кісі оны мылтықпен атады. Карла көліктің ішінде тығылады. Ол терезені шағып, есікті ашқанда Карла оны есікке қысып өлтіреді. Оның құжатынан үйінің мекенжайын біліп, сол жаққа қарай барады. Үйге кіріп ішін аралап жүрген кезде телефонға қоңырау келеді. Оған әлгі әйел келіп жауап береді. Карла олардың әңгімесін тыңдап тұрады. Ерлі-зайыптылар бала ұрлап, оларды сатады екен. Ол кеткеннен кейін Карла телефонды алып полицияға қоңырау шалып, үйдің мекенжайын айтады. Бір кезде әлгі әйел телефонның жоқ екеніне күйеуі келді деп ойлап, оны дауыстап іздегеннен кейін көлікпен кетіп қалады. Карла сырттан тағы бір үйшік тауып алады. Баласының атын атағанда үстінен анашым деген дауыс шығады. Ол жерде Фрэнки және тағы екі қыз бар екен. Карла оларды шығарып алайын деп жүрген кезде сырттан дауыс шығады. Әлгі әйел үйге қайтып келеді. Ол жылап келеді. Соған қарағанда күйеуінің қайтыс болғанын білген. Карла баласын шығару үшін трубаны ұрып жатқан кезде ол дауысын естіп қалады. Карла баласын түсіріп кезек қыздарға келгенде олар түсуге қорқады. Карла сендерге қайтып келемін деп қашып кетеді. Олар көлге барып судың астына тығылып қалады. Әйел итпен бірге арттарынан қуып келеді. Олар бастарын шығарып демалған кезде ит сезіп үре бастайды. Әйел оларға қарай атайын деп жатқанда Клара аяғынан тартып суға батырады. Оны өлтіргеннен кейін баласын алып екі қызға барады. Бір кезде сол жерге олардың көршісі келеді. Карла оған ерлі-зайыптылар оның баласын ұрлап кеткенін айтады. Көршісі: олармен 14 жыл бірге тұрдым, олар қылмыскер емес дейді. Карла полиция шақырғанын айтқаннан кейін ғана үстіндегі балалардың қыз екенін және олар екеу екенін айтып, ол өтірік көмектескен болып, олардың түсуін сұрайды. Карла ол қылмыскер ерлі-зайыптылардың сыбайласы екенін біліп, оны ұрып талдырады. Содан кейін полиция келеді. Достар, егер видео ұнаса лайк басып, каналға тіркелейік. Сіздердің қолдауларыңыз өте маңызды. Келесі видеода кездескенше.